90 жасқа өмір сүрді да. Бір түскен жоқ, 90 жастағы инен өзі сабақтайтын. Сол кісілер ғой кетчупта жеген жоқ, майонезде жеген жоқ, тортта жеген жоқ, нормально бақытты өмір сүрді. Сүт ішті, айран ішті, қатық жеді, ет жеді, онген білген көкөніс жеді, кішкене ауылда өскен помидор. Болды, басқа ештеңе жеген жоқ. Мен де сондаймын. Мүлде жемеймін, мына кетчуп деген нәрсені аузыма салып көрген жоқ. Басында салатын, қалай мынаны естігеннен кейін құсып тастайтын, қазір мен кетчупқа қарамаймын. Майонез десе тіпті мен төбе шашын тік тұрады. Қонаққа барған кезде алысып өтемін бәрімен. Не нәрсе тіліңнің дәмін үйре бастаса, сол саған үлкен ертең ауру әкеледі. Қарапайым міне су, қарапайым ет, картоп, помидор, нан. Біз тамақ ішу үшін өмір сүрмейміз. Біз өмір сүру үшін тамақ ішуіміз керек. Сен аштан өліп қалмау үшін біраз тамақ іштің. Өмірдің қызығы адам үшін басқада. Хайуан тамақ үшін өмір сүреді. Сондықтан консервіленген нәрсені қантты реакциядан шығарып тастаңдар, мен айтайын. Қантсыз, вообще қант деген ұмытыңдар. Темекіге жұмсамаңдар, кока-колаға, пепси-кола жұмсаңдар. Білесіңдер ме, қанша ақша үнемдей бастайсыңдар? Тұздалған нәрсені вообще ұмыту керек. Мен үйленгеннен кейін, 1 жылдан кейін осыны оқыдым да, бітті тиым салдым. Менде тек қана квашеный капуста ғана жейміз. Квашеный капуста қыстың бір огурчик, бір қияр тұздамаймыз. И нормально өмір сүріп жатырмыз. Сорлы емеспіз. Өйткені мен өмірді жақсы көрем. Мен сау болғым келеді. Бір айналдырған бір кішкене деп дәмін таттың, артынан ауру болдың да, қырқ еткізіп жаңағыны тұздалған қияр жедің, как будто кайф, а бірақ өзің қастандық жасап жатсың. Сосын бисферол А, бұл біздің пластмассалық өнімдер, пластикалық өнімдердің бәрінде болады. Енді біз әрине пластикалық ыдыстарды көп қолданбаймыз, бірақ біздің көп қолданамыз бұл баклажка, яғни пластикалық бутылкалар. Сол бүткіл напитоктар солардың ішінде болады. Ол күнмен реакцияға түскен кезде напитокқа бисферол бөлінеді. Ешқашан машинеде ұстамаңдар жылы суды. Машинеге қалдырып кеттің ба, лақтырып жіберу керек. Суды ішу керек, машина ішінде ұстап, күннің ыстығымен пластикалық ыдыста бітті, жаңа химия бәрі суға беріледі. Мысалы, сіздер оны сатып алғанда холодильниктің ішінде тұрады, сендер ойлайсыңдар, ол бірақ оны транспортировка дейді, тасымалдау мүлдем сақталынбайды. Қалай болса солай, күннің Алтын Орда автов көресіңдер, күннің астында жатады. Сол үшін ол мүлдем организмімізге біздің зиян. Европаның бірқатар елдері, Америка, Канада сияқты мемлекеттер дамыған, өзінің болашағын, денсаулығын ойлаған мемлекеттер бисферолы бар заттарға мүлдем тыйым салынған. А бізде бисферолдың не екенін көбіміз білмейміз. Мысалы, мына суретті әдейі қойдым, осы жерде бойдақ, я болмаса үйленген адамдар бар ма? Баласы, болашақта балалы боламын деп жүрген адамдар, Енді балаларыңыздың осындай онкологияда жатып ракпен ауырғанын қалайсыздар ма? Әрине ешкім қаламайды. Қаламайсыздар, бірақ іс-әрекеттеріңізбен соны жасап жатсыздар. Өйткені осы бисферол, ол біздің ағзамызға түсе салып бірден рак тудырмайды. Ол жинала береді. Сөйтіп біздің ағзамызда иммунитет бар, рак тудырмас үшін организм күреседі, барынша күреседі. Сол күресіп жатқан кезде, бірақ біздің ең уязвимый дейді ғой, ең әлсіз клеткаларымыз бұл жыныстық клеткалар. Яғни аталық ұрық клеткасы, я болмаса аналық ұрық клеткасы. Сол ұрық клеткамыз арқылы біз канцерогенді ертеңгі күні ракпен ауыратын информацияны болашақ ұрпағымызға береміз. Оған дәлел, мысалы бала туылса рак болады. Ол ешқандай зиянды тамақ ішіп үлгерген жоқ, ешқандай бір зиянды іс-әрекеттер жасаған жоқ. Бірақ ол қаяқтан рак болып жатыр? Өйткені оның анасы, әкесі ішкен канцерогенді заттар ұрық клеткасы арқылы баласына берілді. Сондықтан сіздер ойлайсыздар ғой, мен балама жаңағы барлық жақсы тамақты берем, ол неге ракпен ауырды? Фейсбукты бәріңіз көресіздер, барлық көмектесіңдер, жаңағы ақша жинайық деп жатқан аянышты суреттер, осындай жандарыңыз ашиды, сөйтіп уже үйреншікті болып кеткен бізге, бүйтіп листать етіп өтіп кете береміз. Ана лайк бас, фейсбук 1 теңге береді екен десе, соны басамызды арға өтіп кете береміз. Өйткені өте көп ондай жағдайлар. Уже құлағымызға сіңіп, етіміз үйреніп алған әбден. Бірақ ол неліктен пайда болып жатыр? Ертең менің балам сондай болмасқа кім кепілдік береді? Сол жайында ойланбаймыз. Бейкүнә сәмбілердің ешқандай кінәсі жоқ қой. Бірақ ол ата-анасының соған немқұрайлы қарағандығының салдарынан. Жаңа напитоктар ішесіздер ғой, кока-кола, фанта, пепси, спрайт, липтон, макси чай, осыларда жаңағы мен айтып кеткен заттарда бар, баклажкада, сосын метил имидазол и аспартам бар. Аспартам деген бүткіл балаларыңызға алып беретін тағамдардың бәрінде бар. Сағыз алып бересіздер, йогурт алып бересіздер, напитоктар алып бересіздер, шоколад, конфеттер алып бересіздер. Неге оны барлық тағамға қосады? Өйткені ол өте арзан, әрі қантқа қарағанда 200 есе тәтті. Мысалы, килограмда қант қосқанша бір таблетка аспартам қоса салады, өте тәтті болып шығады. Біздің тілімізді үйіріп алып кетеді, миымызға информация береді, кайф, келесі жей береміз. Бірақ бізде ауыз қуысында
сол рецепторлар жоқ, соны байланыстырып алатын. Сондықтан бір ішкеннен кейін тағы іше бергіміз келеді. Өйткені аузымыз, қуысымыздағы рецепторлар оны қабылдаған жоқ. Сондықтан бір ішеміз Кока-коланы, бір 5-10 минуттан кейін қайтадан ішкіміз келеді. Яғни шөліміз басылмайды. Сондықтан мұндай напиктар мүлдем ішпеу керек. Одан да бір жұтым жаңағы су ішкен артық. Мидың рагының себебі осы аспартам. Егер рак болам десеңіздер, онда жаңағы напиктар, жаңағы өнімдерді ары қарай қолдана беру керек. Осындай балаларыңыз осындай болсын десеңіздер де қабылдай беріңіздер. Ғалымдар тәжірибе жүргізген жаңағы крысалар, сол кезде аспартамды оларға көп мөлшерде, олар өздері ракпен ауырмайды, балалары, яғни ұрпақтар аспартамды ішпесе де, жемесе де ракпен ауырған. Оларда раковый клеткалар табылған. Аспартамды, мысалы, тағам алғанда біз құрамын оқымаймыз, аспартамда кейде жазылады, кейде жазылмайды, оны Е951 деп белгілей салуы мүмкін. Сондықтан тамақ алған кезде міндетті түрде оның құрамын не қосылғандығына назар аударуымыз керек. Вообще тамақ алған мен сіздерге айтамын, қарапайым тамақ болды. Су, нан, жеміс жидек, сухофрукты болды. Ештеме басқа ол. Сол кезде тамағың да тоқ, денің де сау, ақшаң да үнемдеулі. Мынаны оқудың қажеті жоқ, просто қаншама ғалымдар зерттеп жатыр, астында оқысаңыздар Кока, Пепси деп тұр. Осылардың қаншама ғалымдар зерттеп дәлелдеп жатыр рак тудыратын. Бірақ ол туралы ешкім білмейді, өйткені оны халыққа жаюдың қажеті жоқ. Оның артында үлкен нейромаркетинг тұр. Кока-кола компаниясына ақша түспей қалады. Жаңағы Филип Моррис компаниясына ақша түспей қалады. Сондықтан ол жарияланбайды. Негізінде қаншама ғалымдар соны дәлелдеп еңбек етіп жатыр. Сосын маргарин, бүткіл біздің жейтін самса, көшеде жейтін тамақтарға торт бәріне маргарин қосылады. Торттың бәрі маргаринмен жасалады. Білесіңдер ме? Сливочный маймен жасалмайды, торттың бәрі маргаринмен жасалады. Пирожныйдың бәрі маргаринмен жасалады. Пирожныйды ұмытыңдар. Аталарың пирожный жеді ме? Пирожныйсыз өмір сүрді ғой аталарың. Біз өмір сүре аламыз сол пирожныйсыз, тортсыз. Пирожный бұл біздің бүткіл қан тамырларымызды бітейді, атеросклероз пайда болады. Біздің Қазақстанда өлім жітімнің ең бірінші орында тұрған себебі бұл инфаркт пен инсульт, жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары. Осы біздің қан тамырларда түзілген жаңа атеросклероз, майлар, қанықпаған трансмайлар деп айтылады. Солар инфаркт, инсультті тудырады және бауырдың, өйткені бүткіл май бауыр арқылы, білесіздер, өт майды ыдыратады. Бауыр өт жолдары арқылы өткендіктен бауырдың рагын шақырады. Мына жаңа сладости, тәтті нәрселер жеген кезде біз бірнеше зиянды заттар бір алады екенбіз. Оның ішінде қант та бар зиянды және ағын бар. Ата бабамыз диірменнен бір рет ұнды өткізгенде, содан кейін жеген. Ал ағынды алу үшін ол диірменнен 3-4 рет өтеді. Сонда бүткіл құнарлы заттардың бәрі кетеді, тек қана ішінде оның глюкозасы бар. Ағынанды жесеңіздер, біраз шайнағаннан кейін аузыңызда бір тәтті бір дәм пайда болады. Ағынан жейсіңдер ме? Мен вообще ағынан жемеймін. Тек қана қара нан жеу керек. Мына отрубной нан дейді. Кебектен жасалған нан бар ғой. Ең жақсысы кебектен жасалған нан. Соны ғана аздап мөлшерде жеу керек. Ақ нан, ақ булочканы ұмыту керек вообще. Бүгін крышаларың кетіп отырған шығар да. Енді қалай өмір сүреміз деп. Сосын колбасалар, әртүрлі дайын копченый дейді заттар, бұлар рак тудырады. Неге десеңіздер, олардың ішіне колбасаны жесеңіз, жей бергіңіз келеді, оған глутамат қосылады. Қарандар бастарын көтеріп. Өйткені біздің тілімізде рецепторлар бар. Глутамат сол рецепторларды қоздыру арқылы біздің жүйке жүйемізге, миымызға информация барады. Рахат дегенде, сол кезде глутамат тітіркендіреді. Сол глутаматты қосылады. Мысалы, шұжықтар, колбаса қызыл цвет болады, бірақ қандай ет піскен кезде көрсек, ет өзі қоңыр түсті болады, бұған краска қосады. Анық зиян заттар осы шұжықтардың ішінде. Сосын